шын айтканда Назарбаевдин нагыз дәуірлеп тұрған шағында бийлигине қарсы отставкаға кет Назарбаев деп сөз айту оңай емес екенін білем. Әрине. Мағауиннің да айтқаны сол, өте күйініп тұрып айтқаны, Құдай ақы не көрінді соншама жаңағыдай не деп айтады, ұрлап жырлап не көрінді соншама деп, білесіз ба, тіпті жайылым жерлерге дейін алып алған ғой. Біз жақта, біздің ауыл жақта жайылым жерлер болатын, және шөп шабатын адамдар өздерінің, ешкім оны жекешелендірмеген, бірақ әркімнің өзінің жері болады. Сонда кейіннен сол жерлерде жаңағы сол бұрынғы елбасымыздың қызының жері деп еститінбіз да, солай алып алған. Тауларды алып алған ғой. Таулар жатқан даладағы тауларға дейін. Ашкөздік қой. Мен ойлаймын да кейде ол кісілер жаңа сізге басында айтқанымдағыдай өздерін дамыту, өзін тану, енді сондайдың біраз дүниеден өткен шығар, сонда қалайша оларға сондай қанағат келмейді деймін да. Сондай, енді солай болып туылған адамдар. Солай болып туған ба, әлде шынымен ақ ол басқа адамдар ма? Мен соның психологиясын түсінгім келеді. Ұлтқа сынақ болып келген адамдар болуы мүмкін.